Өзгеріп кетіпті. Көрінбей кеткен Тұрсынбек Қабатов ел алдына шықты. Тұрсынбек Қабатов Instagram желісіндегі ресми парақшасында өз оқырмандарына сәлем жолдап, күндерінің сәтті өтуін тіледі. Бұл туралы skifnews.kz ақпарат порталы хабарлайды. Ассалаумағалейкум достар. Бүгінгі күн береке мен жақсылыққа толсын, деп жазды өнер иесі. Желі қолданушылары әзілкештің сырт келбеті мен үнсіздігіне назар аударып, түрлі пікір қалдыруда. Кейбірі оны өзгеріп кеткен деп сипаттады. Құрметті көрермендер, көптен көрінбей кеткен Тұрсынбек Қабатовтың Instagram арқылы қайта үн қатуы көпшілік үшін күтпеген, бірақ қуанышты сәт болды. Ассалаумағалейкум достар. Бүгінгі күн береке мен жақсылыққа толсын деген қарапайым, бірақ жүрекке жылы сөздер халықпен байланыстың қайта жанданғанының белгісі. Желі қолданушылары оның сырт келбеті мен үнсіздігіне назар аударуда. Кейбірі өзгеріп кетіпті десе, бұл өмірдің, уақыттың, бәлкім ішкі күрестердің әсері шығар. Бірақ сыртқы өзгеріске қарап, адамға баға беру асығыстық етеді деп ойлаймын. Өнер иесі де пенде, ол да күйзеледі, ойланады, өз-өзімен күреседі. Тұрсынбек қазақтың сахнасында өзіндік қолтаңбасы бар, көпшіліктің ықыласына бөленген тұлға. Оның әрбір әзілінде терең ой, қоғамға көзқарас, шынайы өмір бар. Әр кезеңде шығармашылығы арқылы халықпен сырласа біледі. Кейде үнсіздік адамның ішкі толғанысы. Ал үн қату қайта оралуға, қайта келуге деген алғашқы қадам. Сондықтан сырт көзден гөрі жанашырлыққа, түсіністікке көбірек мән берейік.